Аяқталды. ОБТ керек пе деген сұраққа мен жауап берерім, иә. Күнделікті өмірге нақты түрде дәл ОБТ қажет деп ойламаймын. Жыл сайын ұлттық бірыңғай тестілеуден жоғары балл алатындар. Және сынақтан сүрініп өтетіндер де бар. Мектептегі біліміміз, мектептегі пәндердің білімі өмірге қажетті. Адами тұлға ретінде сауатты болуымыз керек қой. Ал нақты ОБТ-дағы сұрақтарымыз ОБТ жалпы мамандық таңдауда қажет деп қана ойлаймын. ОБТ-ға дейінгі және кейінгі көңіл-күй адамның өзін өзі ұстауы екі түрлі болады. Өйткені мысалға сіз ОБТ-ға кірерде орысша айтады ғой, ни пуха, ни пера деп. Сөйтіп кірсеңіз, өзіңізге сенімді болсаңыз, одан кейінгі тапсырып шыққаннан кейінгі ой басқаша болуы мүмкін. Одан кейін шығып аласыз, ойлайсыз, ана сұрақтың жауабы дұрыс емес сияқты, қателесіп кеткен сияқты деп үйге барып соны ақтарып қарайсыз. Не болса ол болсын, қайыры деп үйге қайтасыз. Ал ұлттық тестілеу директоры Руслан Емелбай не дейді? ОБТ-ны тапсыру немесе тапсырмау, әрине, егер талапкер Қазақстан жоғарғы оқу орнында оқуға келсе, ол міндетті түрде ОБТ-нан өту керек. Бірақ ОБТ-ны қазіргі кезде, мысалы, биылғы 2022 жылы талапкерлердің 5 рет тапсыру мүмкіндігі болып отыр. Қазіргі таңда ГПР, яғни бір жылдық демалыс уақытын таңдайтын оқушылар саны көбейген. Мысалы, Германияда бір Қазақстаннан азаматтарды алып барып, соның тәжірибесін зерттеуге, оқуға, үйренуге алып барғанда, сондай олар бөлісті да. Біз осы жолдың бәрін өттік деді. Сол зерттеудің нәтижесінде біз түсіндік. Gap year, бағанағы бір жыл өткізудің пайдасы осындай түлектер үшін пайдалы, өздерін әлі іздену үстінде болған. 5 саусақ бірде емес, бір бала бірінші сыныптан 5 жасынан бастап кім болатынын біледі. Бір бала 30 жасқа келген кезде де әлі өзін іздену үстінде болады. ОБТ тапсыру яки тапсырмау өз еркіңде, алайда білім алу міндет. Түлек жүрегің мен ақылыңды тыңдап, жетістікке жет.